Сәлем әлем, есімім Асылжан Қанатұлы. Біздің сабақтарымызды жалғастыратын болсақ, бір сұрақты қозғалғым келіп отыр. Ол қателіктер. Қандай қателіктер болды? Өз мысалымда бір айта кетсем, кезінде бізде лицейде оқып жүрген кезде бастапқыда шығыстану пәндері болған болатын. Қытай тілі және араб тілі. Өкінішке орай, менің үлкен өмірімдегі қателіктердің бірі соны жалғастырмауым, соны жоғалтып алуым. Диплом, сертификаттарым бар, кезінде тіпті мектеп программасынан да тыс курстарға жазылып оқыған болатынмын, бірақ осыдан мені 15 жыл болып кетті. Қытай тілі мен араб тілін бетін ашпағалы, солының өмірімдегі бір қателіктер деп есептеймін. Өзімнің жалпы өмірлік құндылығымда да, таныстарыма да, өзімнің бауырларым, жастарға да айтарым, тілдер дамыту керек. Абай атамыз айтпақшы, өз тіліңді құрметте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Өз қателігімді өзім түзеп кеттім. Яғни, қазіргі жаһандану осындай процестердің арасында тіл білу өте маңызды. Мысалы, бір дерек көздерді тауып алсаң, өз сол тілдің авторының тілінде оқысаң, сен оны басқаша қабылдайсың. Қазір мына бізге тиіп тұрған Қытайдың экономикасын өздеріңіз білесіздер. Қандай қарқынды дамуда, қандай үлкен ауқымды жобалардың жүзеге асырылып жатқанына. Сол өзімнің бір қателіктерім, басқа оқып бастаған ісімді әрі қарай жалғастырмай кеткенімді бір қателік деп есептеймін. Алғашқы еңбек жолында біраз бір қиындықтар болды. Мен инженерлік лауазымнан бастаған болатынмын өз жұмысымда. Бірден университет қабырғасын түлеп шыққаннан кейін өндіріс орнына келгенде талай бір қиындықтар болды. Ол әсіресе методикалар жағынан. Біз лаборатория қабырғасында істеген эксперименттік жұмыстарымыз шынайы өмірде кішкене басқаша призмамен қарау керек болды. Және бізге теориялық жағынан үйреткен кейбір методикалар ескірген болатын. Жаңа әлемдік үлкен методикаларға сәйкес келмей жатты. Сол қателіктерді бастан өтіп, өзімді түзеп, еңбегімді шыңдап, қосымша бір курстардан өтіп, өзімнің әріптестерімді қуып жеттім. Бір мысалды келтіретін болсақ, мен Қарағанды медициналық университетінде бір жыл оқыған болатын. Яғни бастапқым өзімнің мақсатым дәрігер болу болатын. Бірақ тағдырын жазғаны мен биологияны таңдап, әрі қарай ішінде экология саласын таңдап, экология мамандығына түсіп, әрі қарай шыңдалған болатын. Сол кезде өзімді адамның дәрігері емес, қоршаған ортаның дәрігері міндеп, өзімді трансформациядан өткізіп, өзімді солай дайындап, сол мамандықты сүйіп, әрі қарай жалғастырып, әлі күнге дейін сол мамандығымды жалғастырып жұмыс істеп келе жатырмын. Сол ретте айтарым, қоршаған ортаның дәрігері болып, өзімнің еңбек жолындағы қателіктерімді түзеп, шыңдалып, мақсаттарға жету бірінші орынға қойылдым. Еңбек жолындағы бір қиындықты мысал ретінде айтып кетсем, мысалы экологияда биоалуантүрлілікті сақтау жұмыстары бар. Сол кезде бізде жұмыста бір мәселе туындаған болатын, және соны биоалуантүрлілікті сақтау жолында белгілі бір ұсыныстарды жинау керек болатын. Сол кезде менің ойыма біріншіден біздің су айдындарына қосымша балықтар түрін жіберу ұсынысым болды. Сол ұсынысымыздың барысында мен белгілі бір құжаттарды, зерттеу жұмыстарын, есептерді қарастырып, белгілі бір іс-шараларды ұсынуым керек болатын. Сол идеямды жалғастыра, мен ихтиологтарды іздей бастадым. Ремарка, ихтиолог деген ол балықтар зерттейтін, балық шаруашылығымен айналысатын адамдар. Сол ихтиологтарды іздеу барысында мен сол ұсынысымды есеп ретінде, жоба ретінде жасап өзімнің басшылығыма ұсынған болатынмын. Сол кезде бір қиындық туындағаны біздің Қазақстан Республикасының территориясында ихтиофаунаны өзгертуге тиым салынған құжаттар бар екенін алдынан шықты. Яғни кез келген балық түрін
кез келген су айдынына жіберуге болмайды. Оны жіберу үшін ғылыми жоба заказ беріп, және сол жоба арқылы нақты балықты жіберетін орны, уақыты, түрлері бекітілу керек болатын. Яғни оның барлығы ғылыми жоба аясында бекітілу керек болатын. Сондай бір қиындық туындатты. Менің ойымша ол балықтарды сатып алып жібереміз деген бір эко-акция аясында жүргіземіз деп ойлаған болатынмын. Бірақ осындай қиындықтар туғандықтан ол жұмыстарды етене танысып, жақынырақ танысып, полное погружение дейді ғой, толық танысып болғаннан кейін үлкен рахмет. Мына біздің Балқаш қаласында үлкен институт бар. Олардың көмегімен және Алматы қаласының үлкен институтымен бірлесе сол жұмысты біз бастан аяғына дейін жеткізіп, балықтардың түрлерін анықтадық, жіберу нүктелерін бекітіп, сол жоба аясында барлық келісімдерді өтіп, ресми құжаттарды бекітіп қана барып, сол балықтарды ихтиофаунаны құртпай, экожүйенің, өте сезімтал экожүйені есепке ала отырып жіберген болатымыз. Яғни, не айтқым келді? Бір істі бастағанда оның бәрі оңай келмейді. Осындай бір белгілі бір мәселелер туындайды әрбір этапта. Сол этаптарын бәрін өтіп, келісіп, сол балықтарды жіберген болатымыз. Менің мотивацияма тоқталып кететін болсақ, ол жалпақ тілмен айтқанда, ол менің әр атқан таңым. Әрбір күнім ол мен үшін үлкен бір мотивация. Менің қоршаған ортам, менің айналамдағы болып жатқан процестердің бәрі мен үшін мотивация. Мысалы, кейбір адамдарға мотивация ол біреудің айтқан сөзі, біреудің айтқан істері, немесе көргені. Бірақ бұл жаһандану процесінде қазіргі заманда 21 ғасырда қарқынды үрдістер процестері жүріп жатқан кезде сенің айналаңдағы әрбір детальдардың өзі сен үшін үлкен мотивация болу керек. Бізде мен бүгінгі мотивацияларымды айтатын болсам, қазіргі таңда көптеген ғылыми жұмыстар әлемдік деңгейді бағындыруда. Ол мен үшін үлкен мотивация. Мысалы, бүгінгі жұмыс қарқынында байқағаным, бізде өкінішке орай Қазақстанда үлкен компаниялар, үлкен әлемдік компаниялар әлі кіріп, орнығып, өзінің жобаларын әлі іске асырып жатқан жоқ. Сол мен үшін үлкен мотивация болды. Яғни, біздің қазіргі жобаларымыз, қазіргі жұмысымыз әлемдік деңгейді бағындыру керек деген үлкен өзіме мақсат қойып отырмын, өзіме мотивациялық шабыт алып отырмын десек те болады. Өмірлік принциптерге тоқталатын болсақ, ешқашан ешкімді алдамау керек, және бірінші орында өзіңді алдамау керексің. Себебі өтіріктің алды да, арты да әрдайым ашылып отырады. Менің өмірлік принциптердің бірі де сол: шыншылдық, әділеттілік, әділетті болу, өзіңді алдамау, өзіңнің қоршаған ортаңды алдамау, қоршаған адамдарыңды алдамау керексің. Тағы да бір қосымша өзімнің, өз саламның, өз кәсібімнің маман ретінде принциптердің бірі ол көп қоқысты болдырмау, шығармау. Яғни оның бәрін реттеліп, өзінің тұрақты даму концепциясы арқылы өзінің өмірлік ұстанымын ұстап жүрмін. Себебі біз адамзат ретінде қазіргі өзіміздің ресурстарымызды келесі ұрпаққа жеткізуіміз керек. Оның қандай түрде, қандай сапада жеткізетіміз, ол біздің қолымызда. Яғни келесі ұрпаққа деген өзіміздің жауапкершілігімізбен қарап, болашаққа деген алға өзіміздің жобаларымызды іске асырып жұмыс істеуіміз керек.